Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде орман өртін алдын алудың бірлескен оқу-жаттығуы өткізілді. Мақсат төтенше жағдай кезінде жедел әрекет ету дағдыларын жетілдіріп, мекемелердің өзара іс-қимылын нығайту. Оқу-жаттығуға Шарын паркының қызметкерлері, төтенше жағдайлар бөлімі, полиция, медициналық қызмет және Қарадала орман шаруашылығының инспекторлары қатысты. Шартты өрт ошақтарын сөндіру, эвакуация мен алғашқы көмек көрсетудің тәжірибелік жұмысы пысықталды. Мұндай іс-шара мемлекеттік органдардың және ұйымдардың өзара үйлесімді төтенше жағдай кезінде бірлесе атқару жұмыстарын жақсартады. Қызметкерлердің, өрт сөндірушілердің іс тәжірибесін жақсарту мақсатында. Жаттығу барысында өртті анықтау, жедел хабарлау, сөндіру тәсілдері және қызметтердің бірлескен әрекеті пысықталды. Мамандар төтенше жағдай кезінде жылдам әрі үйлесімді жұмыс істеу дағдыларын жетілдірді. Бірлескен жаттығудың нәтижесі ол орман өрттері болғанда бірлесіп мекемелермен жедел түрде орман өрт ошағын анықтап өшіру. Оқу-жаттығу соңында барлық қызметтердің өзара іс-қимылы оң бағаланып, төтенше жағдай кезіндегі әрекет ету тәртібі нақтыланды. Айдар Қисабаев, Қонаев медиа.